Короче, Айшаның тісіне сөйлесіп қойдым. Бүгін консультация. Брекет салдырамыз. Мен тісімді жасатқым келмей тұр. Нағыздыкін жасайсаңшы деп айтам. Менің орныма деп. Я вам не записываюсь, поэтому нет, это не моя очередь. Айшаға пранк жаса деп қоймадыңыздар ғой. Не, короче, ой, мынау міне. Айша. Алдында Мұстафаға болған кезде сіз видеоны түсірдіңіз. Сәлем, бәріңізге де влог бастап кетті дейді. Айша подаркым бар дейді. Кімге? Фатимаға. Фати, келсейші. Айша келді ғой. Да, ты чё? Давай, покажи. А чё бізге емес? Мұстафа мағаншы деп атыр. Смотри, короче. Ну-ка, давай. Вау, бояйтын. Арабский, короче, да, бояма. Раскраска. Вау, арабский раскраска. Вау, қызым. А второе, похоже, да, с этой фильмом, да? Но вот тут учится, типа, писать. Алифба деп оқи ма? Жазып үйренеді. Смотри, тут еще. Как раз пісіп жүреді. Лабиринт. Ойындар бар екен, е? Все, спасибо, да, сюда. Кім рахмет айтады? Ей, рахмет қайда? Спасибо. Рахмет қайда, рахмет? Ей, құшақтап айту қайда? Ай, мен емес, Айшаны құшақта. Маған кітабын беріп жатыр екен ғой. То есть ты была рада соку больше, чем подарка? Один шоколад. Күн шақшырайып тұр екен. Не очкиімді алмаған, не кепка кимегем. Короче, шықтық. Артымда Айша. Быстрее! Қасында мына ұрысқақ қыз. Төртеуміз түскі ас ішіп ары қарай неге барамыз? Тіске барамыз. Короче, Айшаның тісіне сөйлесіп қойдым. Бүгін консультация. Брекет салдырамыз деп. Былтыр салдырайық деген кезде жақтары өспеген, 15 жас кезінде жақ тоқтайды деді. Өсуі, бастың өсуі да. 13 жас, 12 жаста брекет кигідіріп қоймаңыздар. Себебі жақ әлі өседі екен. Сонымен тоқтатып қойдық қой. Былтырда тоқтаттық. Биыл енді уже киюге болады. Дұрыс стоматологтар соны айтады. Кейбір айтпай кигізе береді екен. Сондықтан консультация алуды кеңес беремін. Дұрыстап көрінгенге бара бермеңіздер. Апасына ақша үшін істей береді қазір. Аружанның тістері түп-түзу бізде. Басқа балалардың биылғы біздің мақсатымыз дейміз бе, жоспарымыз дейміз бе. Бүткіл балалардың тістерін емдету полный. Ана кариеске кетірмеу ғой. Кариес болмай тұрып, кішкене қарайды ма, сразу емдетіп тастасаң, тісің сау болады да. Біздікі ұқсап, біздікінде енді бала кезімізде әке-шешеміз емдетті ғой. Бірақ кейін үйленгеннен кейін бала дедік та, өзіміздің тісімізге дұрыс қарамай кеттік. Сөйтіп енді тістерден айырылып жатыр. Сол үшін сіздер бала кездеріңізден тістеріңізді күтіңіздер. Мен тісімді жасатқым келмей тұр. Нағыздыкін жасайсаңшы деп айтам. Менің орныма деп. Я вам не записываюсь, поэтому нет, это не моя очередь. Мен айтам, пусть менің орныма осы қызға жасай салыңызшы, пожалуйста, деймін да. Сен не дейсің? Это моя очередь. Я не записываюсь с вами. Мен айтам, я записывалась. Просто менің орныма мына қызымның тісін жасай салыңыздар, пожалуйста, деймін. А вот я не записывалась вот сюда за мамы. Вот я Не айтып жатсың? Ну, я не записывалась, я записывала маму. Поэтому давайте идите. Алдап, мынаны қорқпайын десем, қорқатын тұр жоқ па, я не записывалась деп. Енді Мұстафаға көшкесін дейсің ғой. Мұстафа, менің орныма тіске сен барасың қазір. Мен айтам, мен бармаймын, менің орныма мына ұлды ала салыңыздар да, өзі 4 ақ тісі бар, соң біреуін жасайсаңызшы деймін. Или мына қызды айтам. Бола ма? Болмай ма? Менің орныма біреуін кіріңдерші, пожалуйста.
Баяғы көрулагман ғой. Фатима Фри. Нан бала жылап кетті, сонымен Фатима қарап. Біз тамақ жебаңдар дейді бізге. Тісімізге келдік. Ұйықтады наконец-то. Мен тісімді ана жерде жасайды. Что тут откатывается? Надо, чтобы дерган босоножкасы. Что Фатимаға қарап отырмыз. Жаңағында аяқ киім алғымыз келген, оған размері жоқ Фатиманың. Сонымен ту деп ойыншық алайық деп, ойыншықтар 25 мың ғой. Бір кукла лолым 25 мың. Қояйын алайын деп базардан 800 теңгеге әпердім. Оригинал подделка, какая разница ғой, бәрі кукла лол. Деп айтып кетіп баратырмын. Дұрыс қой, Оқ дейді, оқ. Ұзын оқ 25 мыңның кукласын әпермедің деген. Отыр. Врачын күтіп отырмыз. Қорқады, жаман қорқадайша. Короче, басқа жер қарайтын болып тұрмыз. Не дейді? Короче, сөз көп. Айтуға ерініп тұрмын. Сосын айтам, короче. Сосын айтпай қояйын, просто басқа жерге бару керек сияқты, мне кажется. Рахат қой, өстіп іліп аласың. Колясканың екі жағын іліп аласың, астына салып аласың, короче. Жүре бересің ғой, сөйтіп, рахат. Аптекаға кірдік, короче. Қазір айтам. Айша ана жерде отыр, көрінбейді екен. Айшаға пранк жаса деп қоймадыңыздар ғой. Сөйтіп видеоның астына бір қыз жазып кетті. Аяғым ауыр деп айтып көріңізші деп. Сөйтіп Айшаның реакциясын көргім келіп тұр, короче, көтеріп қойдым деп айтам. Ол жылайды, ол точно. Қазір ерден аптекадан тест алам да, соны көрсете салам. Ол екі полоска, бір полоска деген ұқпайды ғой. Қолына ұстатам да просто. Сөйтіп сіздерге реакциясын көрсетем. Айшаға аптекаға кірейік десем, не үшін дейді да? Мұстафаға агуш алайық десем, магазинде де бар ғой, оны не үшін аласың дейді да. Ой, аптеканыкі дұрысырақ деп қоймай кіргесің ғой. Сонымен. Давай, нан алайық. Я, екеу ала бер. Сөйтіп Мұстафаға типа алып атырық та, енді наны нені біліні қамас үшін жаңа прангымыз. Жүр, тест алу керек енді. Фатима, сен айтып қоймай ема Айшаға? Айтсаң таяқ мен дымық бапты ғой. Не, короче, ой, мынау міне. Мынандай алдым. Сіздердің сөздеріңіз жерге тастамай пранк жасайын деп, сол үшін ғана алдым нанышы. Вообще дымға керек емес нәрсе ғой. Айшаға жасау үшін алдым пранк. Жүр кеттік. Ойында 10 тиын жоқ па? Көже алдым. Банановый мороженый. Байқұсқа дым жоқ. Банановый мороженый. Беріңдершін ағанда. Айша кішкентай. Таласыңдар давай, ал таласын. Фатима, сен де жоқ та қойсын. Құрғасық беріп Ондай жемейді ғой, макаронды. Аузына салып жүр ары қарай. Мұстафа идет. Идет деме балам дейді. Мороженый жейді. Молозный жейді. Ауыз басын бұлғап сөдіңдер балам. Зоным. Аяқтарын қараңдаршы, аяқтарын. Зүрек. Наларда жемағандарын маған пихать дейді. Наған қараң. Науда маған пихать ет. Мә, жейді қояды. Анан қараңдар. Өзің дейі. Жемағандарын маған береді бұлар. Музырыңа құясаш дегенде. Екеуі беріп тұр ғой. Білме. Әкеңдер айырылып қалған дей ма қайтадан? Айырылып қалған дей ма? Осын жейінші. Короче, осындай тест. Қазір айтып көрейін. Жаңа Айша пакеттің ішін ақтарды да. Нан бүйтті.
қайтып сала салды, түсінген жоқ не екенін. И мені сұрады бәрі қарай тез жүріп кетсін де, сұрақ қалмасын деп. Еще? Бергеш? Мама жоқ. Мама көрдім жаңа. Мам, жоқ, пожалуйста, жоқ, мам. Мам, жоқ. Бергенсей, не көрдің? Берген. Бергенсей айтам ғой енді. Берген. Камераны көрсетіп едім. Мам, пранк қой, ә? Қумаш неменеңнің адам пранкке болып алып Мама сөйтіп айтасыз да, потом сен деп шығасыз. Көрсетіңізші. Екі полоска емес ғой, бір полоска ғой. Не? Ар жағында бір полоска тұр ғой тағы да. Мама өтірет берді, ана жақта жасалу керек қой, вообще қызыл екі полоска шығу керек қой. Қумасы, Айша, мынау басқасы ғой. Мама өтірік айтпаңызшы, пожалуйста, білемін мен мынандай заттарды. Ну, жынды ма? Білемін, беременный болса екі полоска шығып тұрады ғой. Қумасы, дұрыс қой екі полоска, мен біреуін жауып тұрмын ғой. Мама, көрсетіңізші, стрелка тұр ғой аяқта. Жоқ, тұра тұршы. Дайынсың ба? Жоқ. Айша, Нет, мам, нет. алтыншыға. Прикинь. Орқып жоқ Мұстафаға обал болатын бұл. Мама, сіз өтірік айтып отырсыз. Міне екіншісін жауып тұрмын деймін, міне. Қараңыздар міне. Міне біреуі шығып тұр ғой, иә? Екіншісін жауып тұрмын әдей. Қазір маған көрсетім, мынау жылайды қазір. Өтірік айтып точно айтамын. Жылама, иә? Ұрсып, бақырып, истерика жасамайсың ғой. Мына жындыдан шығады. Мам, бірінші көрсетіңіз, сосын көреміз. Жоқ. Мен жыбы білем, беременный емес. Қаяқтан білесіз? Өзіңіз не Әйтпесе алам ба мен мынаны? Жоқ, не хотела емес, байқамай. Я не хотела, я же знаю. Мам, вы как в 40 лет будете рожать? Ну, я не знаю. Қазір папаңа қайтып айтам. Мам, сіз басыңыз істей ма? Папаңа қалай айтам? Мам, құлаңыз, ана бірге туған жоқ қой. Соны айтам ғой. Жылағым кеп тұр да шығар ғой. Просто тексерейін деп неғам ғой. Мам, ана өтірік. Міне біреуін көріп тұрсың ғой қазір. Ұстама, саған ұстауға болмайды мына жағын. Мам, сіз өтірік айтып тұрсыз. Жоқ, мына біреуін көріп тұрсың ғой қазір, екіншісін көрсетем. Мам, жоқ, сен қайдан білесің екі полоска болса беременный екен? Бүкіл біледі, бүкіл әлем біледі ғой. Сен қаяқтан білесің? Кинолардан көрсетеді ғой. Мен ұмытып қалғам ғой, например, екі полоска сыртын оқып білдім. Мам, өтірік айтпаңызшы. Міне сыртында жазылып тұр. Міне сыртында жазылып тұр, екі полоска болса беременныйсың деп жазылып тұр. Мен осыдан оқыдым сыртынан. Міне мен бір полосканы бүйтіп қолмен жауып тұрмын. Енді ашсаңызшы. Ашайын ба, сен жылауға дайынсың ба? Жетіңізші, екіншісі бар ғой, нақты. Тағы екеу бола ма? Бірақ та бола ма? Саған не болса, қақтан білесің? Екеу болады, біреу болады деп, вообще қайдан білесің? Ой, екеу болады. Жоқ, қақтан білесің, екеу болады. Еш қайдан, просто, может, упаковка үлкен ғой, екеу шығатын шығар. Может, үшеу шығатын шығар. Мам, қуасыз ба? Не айтып кетсіңіз? Мынау деген білетін болып тұр ғой. Нені? Мынандай бәлені. Кинолардан көрсетеді ғой. Қуасыз ба, жатып алып көретін кинолардан көрсетеді ғой. Анау, астарлы ақиқатта мен беременныймын деп шығады ғой. Астарлы ақиқат көресің ба? Астарлы ақиқат деді, ана бір бақытсыз бір нәрсе. Өмір хикаялары ма еді сондай. Сонымен дайынсың ба? Аша берейін ба? Ашышы. Мен точно білемін, бұл өтірік, точно айтамын. Жыбы. Неге уверен болып тұрсың өзіңше? Сіз пранк істеп тұрсыз, потому что. Қашан мен саған пранк жасадым, айтшы? мам. Фатимаға сен жасадың кеше пранк. Мен өмірімде бір-ақ рет пранк жасадым, ана стаканмен біткен кезде. Сол ғана мен пранк жасаған. Сіздер жазылмағансыз да, оның ішінде мынандай бар ғой. Оны алып тастадым ғой, мынаның ішіне құйып жасамайтын шығар мен. Бар баланы ал. Көруге дайынсың ба, дайын емессің ба? Дайынсың ба, дайын емессің ба деймін. Шашка, сен дайынсың ба? Қазір. Қолдан. Мұстафаға обал болатын болды. Мамам, сіз өтірік айтып жатсыз. Мұстафаны ойлап тұрмын, папаңды ойлап тұрмын, папаң да жылай ма деп тұрмын. Мамам, сіз точно. Папаңнан бұрын сен жылай ма деп. Негізі сені қатты байымдағам. Жауып тұрмын мен қазір. Мұстафа дайынсың ба көруге?
бәрің дайынсыңдар ма? Ya. Мені ұрыспаңдар, менің Ya. вообще кінәм жоқ. Көрейік, ашайын ба? Ya aşarsın. Қорқып жатырмын Айша. Болшы. Жылайсың сен қазір. Мұстафаны әке лақтырып жүресің баламды қазір. Баламды айдалаға лақтырып жүр. Тура құстың кінәсі жоқ. Сен жындыдан шығатын ау қазір истерика жасаса сұмдық болады. Айша, Мам точно там. подписчиктерден ұят болады. Шыңғырма. Ya. Просто кетіп қаласың. Ya просто. Ма? Ya. Anaqa барып шыңғырамын. Айтып тұрмын ғой. Если что. Мам, мен точно білемін өтірік бұл. Айтпа. Екінші сұрайды. Біреу тұр ғой. Енді біреу кішкене шығып тұр ғой. Кішкентай бөпе кішкентай кезде кішкентай болып көрінеді. Айтып тұрмын ғой саған, соқырсың ба? Мам көрінбей тұр ғой. Ей, тұр ғой не розовый болып кішкентай. Біреу ақ тұр ғой енді. Енді екіншісі розовый болып тұрған жоқ па не? Міне. Құламыш. Міне. Сабый болып. Сабый болып тұр. Мам өтірік айтпаңызшы. Ой, қызым-ай. Екінші біреу. Екіншісі міне тұр ғой, міне. Просто кішкентай, беременныйдың кішкентай срогында сондай розовый болып тұрады. Құламыш білемін өтірік. Слабый болып тұрады. Мам өтірік. Балам саған қиын болды, енді қайттым. Дым көрінбейді ғой. Дым көрінбейді. Саған көрінбейді ол просто. Мамам құмаш сіз жаңа ғана келдік қой, қалай жасап үлгердіңіз? Мама сіз 2 минутқа барып келдіңіз ғой енді. Қосы, қалай 2 минутта бұл өзі, наверное, 5 минут шығаратын шығар. Жоға, моментально ғой. Саған лаборатория ма ол? Сразу. Братигің болады, 3-те 3 болады, ура! 3-те 3. Мұхаммеджанның дұғасы қабыл болып кетейін деп Мам тұр. құмаңызшы, өтірік бұл. 3-те 3, 3 ұл 3 қыз болса. Мам, Күшті болады. сіз өтірік айтып жатсыз. Сенбесең, сенбей ақ қой қазір. Әкең келген кезде әкең айтам, сол кезде сенесің. Да, сенем. Оны не қылып сразу мына жағындағы видеоны көрейін деп жатыр да. Қуасың ба? Мама, сіз реально өтірік сөйлесіңіз. Айша. Удался! Пранк жасадым. Сен білмей қалдың ғой, сендің ғой Айша. Сендің ғой, Фатима біледі оны жынды. Бірақ оның тест екенін білмейді ол. Бірге алдық қой екеміз. Короче, кішкене жарқылай сенді ол білмейді екен, оказывается. Екінші полоска мынау слабый десем. Кәдімгідей сеніп тұр ғой. Алдадым, сіздердің маған жазған осылай істе деген пранктың ішінен алдым. Атын ұмытып қалдым қыздың. Сіздерге ұнады деген ойдамын пранкым. Айша айтады да, біліп қойдың деп. Қайдан біліп қойдың ал айтшы? Сіздер аптекаға, во-первых, өте долго кіріп кеттіңіздер. Енді долға кірсем сонда тест алуға кіреді деп. Мен бірінші рет алып тұрған жоқпын. Мен думала, что сіз бір нәрсе алдыңыз Агушадан бөлек деп. Сіз пакетсіз өзіңіз ұстап жүрдіңіз, поэтому маған берген кезде ішін ашқан ғой. Сол кезде көрдің сен, мен деген тез жүріп кеттім ғой. Көрдім бе сен? Сен оның тест екенін қайдан білдің? Жүктілікті анықтайтын тест жүріп тұрды. Жазылып тұрды ма не? Сосын? Сразу шошып кеттім да, потом сізден сұраған ғой, сіз үндемедіңіз, солардың сұрамай қайындадың ғой. Мен сен сұрағаныңды естімедім. Естімедіңіз ба? Естімедім. Мен просто сен ашып қалдың да бүйтіп, сосын мен тез жүріп кеттім ғой, мына сұрақ қалмасыншы менен депші. Мен мама деп айттым да сұмағына десем. Біліп қойдың ғой, сол кезде. Сосын видеоға түктім ғой. Содан сразу дұрым. Да? Сізге видеоға алдында Мұстафаға жүкті болған кезде сіздің видеоға түсірген жоқсыз. О, байқұстың не күнәсі бар? Ей, тиіспеші балама. О, байқұстың не күнәсі бар? Короче, сөйтіп біліп қойдың, ә? Вот, подписчиктерімнің маған жазған пранксы болатын. Соны орындадым мен всего лишь. Келесі жолы жди еще раз. В следующий раз я не поверю. А ты поверишь, саған да пранк жасаймын мен. Ораманын жасап жатырмын. Үйге қонақтар еқіп болды. Қазір айтамын. Я соны оқыған ғой. Бөлек тұрады, бала шағасы. Иә, бала шағасынан бөлек.
Короче, үйге подписчицамыз келді, қонаққа апасымен. Сонымен аяқ асты орамалын жасап. Подписчицаң келді ма? Аты әдемі екен, е? Мам. Қазір көрсетеміз. Артем? Чай ішіп алсын, мен чай беріп жатырмын. Әдемі. Ал, подписчицамды көруге дайынсыздар ма? Біздің үйдің бүткіл жерін біледі екен. Әдемі деген қыз. Қош келдің біздің үйге. Жаным, апасы екеуі қонаққа келіп, апасы тамақ ішіп отыр ана жақта. Ал әдемі мен Фатима ойын ойнап отыр. Сенде де бар. Әдемі, сен қай ауылдансың? Балтакөл ауылынан. Түркістан қаласы. Менде Балтакөл, е? бар. Біздің папамыз сол Балтакөл емес Түркістан. Ақкөл папамыз. Бұл кісілер Балтакөл. Балтакөл нар жағы. Мхм. Менде бар. Короче, солай қонаққа келіп, қазір апасы тамақ ішіп жатыр, әңгіме айтып папамызбен. Сөйтіп, Фатиманың шыққан видеосын бірақ сұрақ қойдым енді бүгіндікке. Ертең басқа видеоларда да қоятын болам, е? Конкурс ойнататын болам. Айша мына қағазды сақтап жүр екен, прикиньте. Жоқ, мен деген андай. Осы мороженныйды әкеп берші дейді. Сіздер бересіздер, екінші сол. Міне, видеоға түсіріп алдым қазір, алып келді осындай мороженый дейді. Далаға шығып бара жатырмыз. Маған осындай мороженныймен не дедің? Сок дейді. Кеттік ал. Не үшін далаға шығып бара жатыр дейсіздер ма? Міне мына бала үшін. Осы бала үшін шығып бара жатырмыз. Ұйықтамай жатыр. Ұйықтамаса, мен де ұйықтамаймын, мен де далаға шығармын. Жүр, коляскаға жат. Just фигня вообще, Фатима. Кеттік ал. Фатима, папасы төртеуміз далаға коляскаға. Боксер десе, боксер ала. Кигізген жоқпыз. Айшаға магнат жаңағы айтқан мороженый папасы екеуі алды. Фатима йогурт, фуг алды. Сүт, сок, мынандайдан екеуін бір Айша, не забудь про Менің нем қайда? мой маленький штучка. Менің срогымды аласыш? А где моя Вот маленькая? твоя маленькая. А где моя маленькая? Срогым қайда менің? Картофель. Үйге келдік. Ой, тастай нәрсе ішкім келе береді. Ыстық масқара тегі. Мұстафа, прикиньте, мынандай агушаның бір өзі біреуін жеп қойып жатыр. Оны да ыдысқа салып береміз. И соктың біреуін ішіп қойып жатыр. Шүкір, әйтеуір бұндай тамаққа да үйренді. Сіздердің маған айтқан кеңестеріңізге үлкен рахмет айтам. Шынымен ақ 6 айға дейін даже агуша ештеңке бермеген дұрыс екен. Өйткені баланың асқазаны бұндай нәрсені қорыта алмайды екен. Тек ананың сүті ғана екен да. 6 айдан кейін барып уже асқазаны ауырмайды. Нормально болады. Сол кезде уже осы агушаларды бере беруге болады екен. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет айтам. Лайк басуды ұмытпады деген ойдамын. Сау болыңыздар.